Жыландар туралы қызықты деректер. Жыландар жер шарындағы ең ерекше әрі қорқынышты жәндіктердің бірі. Олардың тіршілік ету тәсілдері мен тірі табиғаттағы рөлі әрқашан адам қызығушылығын тудырады. Әрине, жыландардың көптеген түрі біз үшін қауіпті болуы мүмкін. Бірақ олар табиғаттың тепе-теңдігін сақтауға маңызды үлес қосады. Жыландар жер шарына кең тараған, тек Антарктидада ғана кездеспейді. 3000-ға жуық түрі белгілі. Олар 12 тұқымдасқа бірігеді. Ең көбі сарыбас жыландар. Олардың 1500 түрі бар. Ғылымға жыланның 2600-ге жуық түрі белгілі. Олар 12 тұқымдасқа бірігеді. Ең көбі сарыбас жыландар. Қазақстанда 5 тұқымдасқа жататын соқыр жыландар, айдахарлар, сарыбас жыландар, сұр жыландар, бозша жыландардың 18 түрі белгілі. Көпшілігі құрлықта, әдетте қалың шөп өскен жерлерде, ағаш басында, шөлді аймақтарда, кейбір түрлері тұщы сулар мен теңіз, мұхиттарда тіршілік етеді. Әлемдегі ең алып жылан анаконда. Оның ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Торкөзді питон ең ұзыны. Ол 10 метрге дейін өседі екен. Ең улы жылан корольдік кобра. Оның ұзындығы 6 метрге жуық. Кобра өзінен кішілерін ғана емес, өзімен шамалас жылан түрлерінде жеп қоя алады. Патша кобра үшін жемтігінің ұзындығы, көлемі маңызды емес. Өзіне керегін алған соң сыймағанын түкіріп тастай алады екен. Жыландар ауадағы дыбысты естімейді. Сыртқы құлақ тесігі және дабыл жырғағы болмайды. Сондықтан ауадағы дыбысты мүлдем сезе алмайды. Тілі сезу қызметін атқарады. Бір жұп Якобсон мүшесі бар. Кеңсіріктің ішкі жағындағы ауыз қуысына ашылатын екінші ұшы тұйықталып біткен екі қуыс. Аяқтары жоқ. Тек айдахарда, ұршық тәрізді жыландарда, соқыр жыландарда, бірмеуызды жыландардың кейбір түрлерінде ғана жамбас белдеуінің қалыңдығы мен артқы аяқтарының тырнақ тәрізді жұрнағы сақталған. Иық және жамбас белдеулерінің болмауына байланысты омыртқа жотасы бөлімдерге анық жіктелмеген. Қысқа әрі жуан жыландарда омыртқасының саны 141, ал ұзын әрі жіңішкелерінде 435-ке жетеді. Жыландардың ағзалары бірінің астына бірі орналасады. Ас дұрыс қорытылу үшін жүрек бір жерден екінші жерге оңай ығыса алады екен. Жылына бір рет көбейеді. Кейбір жыландар бір туғанда 75 жыланды дүниеге алып келе алады. Сіз бен біз жылан ысылынан қорқып жүрген болсақ, мексикалық бөбектер шөпқоректі жыландармен ойнағанды ұнатады екен. Жылан уының емдік қасиеті 17 ғасырда белгілі болды. Франческо Реди деген адам мұны алғаш ашқан мәлімет бар. Ал 100 жылдан соң тағы бір итальяндық ғалым Фелисио Фонтани удың ұңғыл-шұңғылын зерттеп адам ағзасына әсер ету механизмін түсіндірген. Бүгінгі медицинаның басты белгісі болған символ тілін сумаңдатқан жіңішке жылан 16 ғасырдан бастап қолданысқа енген. Африкалықтар өздерінің улы сарбас жыландарын қалталы азаматтарға ғимараттарды қорғайтын күзетші қызметін атқару үшін жалға береді екен. Және одан аз пайда таппайтын көрінеді. Жыландар айлар бойы нәр татпастан өмір сүре алады. Жылан туралы шешілмеген құпия. Британдық мұражай 1846 жылы шөл даладан 2 жылан алып келеді. Оның бірі 1850 жылы тіріліп кетіп, тағы да 2 жыл өмір сүрген екен. Жыландар денесінің температурасы қоршаған ортаға байланысты өзгереді. Сондықтан олар экзотермальды жәндіктер болып табылады. Яғни дене температураларын өздері реттей алмайды. Бұл оларды қоршаған орта температурасына бейімделуге мәжбүр етеді. Жыландар тілдерін жиі шығарып, оны айналасындағы иістерді сезу үшін пайдаланады. Бұл олардың қоршаған ортаны және азықтың түрін анықтауға көмектеседі. Терілері үнемі жаңарып отырады және әрбір өзгеріс кезінде олар ескі терісін біртіндеп түсіреді. Олардың қозғалысы бұлшық еттерінің көмегімен жүзеге асады. Жыландар уын тек қорғану үшін ғана қолданбайды. Кейбірі аңдарды немесе басқа да жыртқыштарды аулайды. Экосистемада маңызды рөл атқарады. Кеміргіштерді, насекомдарды және басқа да зиянкестерді жойып, ауыл шаруашылық зиянкестерінің санын реттеп отырады.